Сәлем достар, бізді қоршаған орта, біздің өмір сүріп жүрген жеріміз көріп естімеген қызықтарға толы болып келеді. Өзіңіз білетіндей біз әр видеомызда жеке бір тақырыпқа тоқталып, оның басынан аяғына дейін зерттеп, кейін сіздерге әдемілеп тұрып алдыңызға әкеп береміз. Әр тақырыпқа толық бір видео шығып отырғаны әрине әр адамға ұнайтыны жасырын емес. Бірақ арнамызда қызықты мәліметтер атты топтамамызда жақсы қарсы алынып жүретінін ұмытпайық. Сіздермен бірге пазл арнасы. Бүгін біз сіздерді таң қалдыру үшін деректер қоржынын бір толтырып жіберуге дайынбыз. Жұлдызды аспанға қараған кезде ол жерде адам баласы болды дегенге сену қиын, бірақ ғарышта адамдармен қатар ит, шимпанзе, тышқандар, өрмекшілер, құрбақа, медузалар да болған. Және де түрлі зерттеулермен байланысты басқандай да тірі жан иелері ғарышқа ұшқан екен. Енді ғарыштан жерге оралайық. Қазір планетамызда 7 миллиард 600 миллионнан аса адам өмір сүріп келеді. Олардың 10% солақайлар, 89% оңқайлар, ал қалған 1%-ның өкінішке орай қолдары жоқ екен. Ол 1%-ның өзі қаншама жан екен. Әрине бұл көңілді түсіретін жай. Ал сіз білесіз бе, қазір сіздің көңіліңіз түскен кезде бетіңізде 17 бұлшық ет іске кірісіп, жиырылып қалпына қайта келді. Дәл солай өзінің ішкі сезімін бет әлпеті арқылы анық білдіретін тек адамдар ғана. Ал хайуандар болса олай істей алмайды. Тек егеу құйрық қана адамға ұқсас белгілерді білдіре алады. Ал келесі мәліметіміз сіздің бетіңіздегі қанша бұлшық етті қозғалтады екен. 20 ғасырдың ең қатыгез адамы, колумбиялық наркобарон Пабло Эскобар қызымен бірге полициядан қашып, түнде ашық аспан астында қалғанда жылыну үшін 2 миллионнан аса долларды отқа жағып жылынған. Қалай екен сізге? Не болса да қандай жолмен келді, солай кетті деп те айтсақ болады. Бірақ Пабло Эскобар үшін ол сомадағы ақша еш нәрсе емес еді ол кезде. Ал жанып кеткен ақшалардың қаншалықты көп екенін жеткізу үшін сізге осындай дерек келтірейін. 1 миллион долларды 1 долларда таразыға тартар болсақ, оның салмағы 1 тонна болатын еді. Дәл қазір сіз сол жандырылған ақшаға жер шарындағы ең қымбат көлікті сатып алатын едіңіз. Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. Бағасы 2 миллион 800 мың доллар, немесе 2,8 тонна доллар. Бұл көлік байларға қол жетімді болып көрінетін шығар, бірақ Дахунпау атты шай Bugatti Veyron жүргізушілеріне де тым қымбат болып кетер. Себебі оның небәрі 20 граммы 25 мың ақш долларына тең болып келеді. Сіз шай ішуді ұнатасыз ба? Онда Дахунпауны ішіп көріңіз. Сергіп қаласыз, соншалықты тіпті ұйықтай алмай қаларсыз. Ұзақ уақыт ұйықтай алмайсыз. Әрине, бұл шайдың бағасы оның өсуі мен өндірісіне байланысты болып келеді. Бірақ өсімдікті өсіру жағынан нағыз шыдам кардиокринум өсімдіктерінің иелерінде болса керек. Кардиокринум сирек кездесетін әрі өте қызық өсімдік. Ол өмірінде бір-ақ рет қана гүлдейді екен. Гүлі өте үлкен, соны күту үшін бүкіл ғұмырын арнайтын өсімдік ақырында өліп тынады. Ал Америка құрама штаттарының ұлттық саябағында өте көп болып өсетін секвоя ағашы ең ұзақ өмір сүре алатын ағаш болып келеді. Солтүстік Америкада өсетін қылқан жапырақты ағаштарының арасында жасы 3200-ден асқандары да бар. Сонымен қатар секвоя ағаштары өте биік болады және ежелден бері жергілікті халық биік ағаштар мен тауларға және басқандай да биік дүниеге құрметпен қарайтын. Бірақ әлемнің бір жерінде биікті бағалайтын болса, басқа жақта адамдар биіктен бала кезіндегі аңыздардан бастап қорқатын көрінеді. Жапонияда Микоси Нюдо деген бір қарағанда еш қауіпсіз манақ жайлы көптеген қорқынышты аңыздар бар. Аңызға сенетін болсақ, ол тыныш және адам көп тұрмайтын мекендерге келіп түнде адамдардың тамақтарын жеп кетеді. Бірақ мейірімді манақты біреу көре қалса, ол адамның көзіне тоқтаусыз қарап, тез арада өсіп алыпқа айналып құрбанын жеп қояды. Аңыз бойынша Микоси Нюдо адамның ішіндегі қорқынышына байланысты үлкейіп өседі екен. Достар, бұның барлығы жай ғана аңыз және шын өмірде ешкім олай тез өсе алмайды. Бамбукты санамағанда әрине, бамбук 24 сағаттың ішінде 3 метрге дейін өседі. Дәл сол уақыт аралығында адамның басындағы шашы 0,40 миллиметрге дейін өседі. Ал егер одан тезірек өсірем десеңіз, ұшақта жиірек ұшыңыз. Неге десеңіз, ұшақта адамның шашы 3 есе тезірек өседі. Әсіресе әйелдерде болсан 3 есе емес 4 есе болып келеді. Жалпы нәзік жандылардың ерлерге қарағанда шаштары
яшьтәре онсыз тезірек өседі, бірақ ер адамдардың миы 10%-ға, ал жүректері 20%-ға үлкенірек болып келеді. Алайда ол ойлау қабілеті мен басқандай дағыздан физикалық жағдайларына еш кері әсер етпейді. Сондықтан қыздар көңілдерін еш түспесін. Сіздерде барлығы жақсы ғой. Мысалы, сушаяның басында миымен бірге асқазаны орналасқан, ал жүрегі құйрық жағында. Қалай достар, біздің сіздерге дайындап берген мәліметтеріміз ұнады ма? Ұнаған болса міндетті түрде лайк басып, өз ойларыңызды пікір алаңға қалдырып отырыңыздар. Ал егер сіз қазір біздің видеомызды құлаққаппен көріп отырсаңыз, кейін оны шешіп бір тазалап қойыңыз. Себебі тек 60 минуттың ішінде құлаққаппен құлақтағы бактериялардың саны 700 есе көбейеді. Тазалауға кетпей тұрып, арнамызға міндетті түрде тіркеліп кетіңіз және қасындағы қоңыраушаға басып қоюға ұмытпаңыздар. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Сондай-ақ біздің ВКонтакте тобымызда осыдан да көбірек және қызығырақ мәліметтер күнделікті шығып отырады. Сондықтан видео сипаттамасындағы және бірінші пікірдегі сілтемелерден өтіп, біздің ВКонтакте тобымызға және де басқандай әлеуметтік желілерімізге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы пазлға жазыл.